Жарсын. Міне, Жарғақ. бар, Сия. бар, Қосымша сия. бар. Тізімдегінің бәрі осы ма? Иә, жарайды. Өте жақсы. Бізде кеш батқанға дейін аяқталуы тиіс шаруалардың тізімін жасауға қажетті нәрселердің бәрі бар. Дайынсың ба? Дайынмын. Кеш батқанға дейін аяқталуы тиіс шаруаларымның тізімін жасау. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі, мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Достық жеңілмейтін күш. Маңызды сабақ. 3 бөлім. қалың қалай, Спайк? Сенің сұлығыңды кір жуатын орынға апардық. Черлидің тақтасын апарып бердік. Дүкенге жаңа қауырсындар мен жарғаққа тапсырыс бердік. Біз мұндай тапсырысты бірнеше күн бұрын жасап едік қой. Оларды неге сонша көп қолданатынымызды түсінбеймін. Тізімді аяқтайын деген сияқтымыз. Әрі қарай оқы. Кекстер. Мен 12 кекске ғана тапсырыс бергем. Білем, қымбаттым, бірақ қамыр артылып қалған соң біреуін артық пісіре салдым. Білесіз бе, сіз сондай жақсы екенсіз. Тек артық кекстің кремі жанындағы кекске түсіп қалыпты. Көрдіңіз бе? Міне. Иә. Мен бұларды сейілге шыққанда таратам, ханым. Біреуге артық десе, басқалар ренжиді ғой. Солай екен ғой. Алаң болмаңыз, азғантай бөлігін мұнда қоям. Дұрыс істемедім ау деймін. Ой, енді мына екеуіндегісі көп болып кетті. Тағы да көрейікші. Жоқ, бұлай емес. Азғантай бөлігін мұнда қоюға болады. Жоқ, жаман болып қалды. Енді мұнда, сосын мұнда. Қане, аз бөлігін мұнда, сосын мұнда. Керемет. Иә, әлде қайда әдемірек болды. Ал енді келесі тапсырмаға көшейік. Ой, тізімге айдаһарды жуындыру тармағын қосу керек сияқты. Өте тиімді, бірақ жағымсыз тәсіл. Іс біткен тәрізді. Солай деуге болады. Тізімді 3-ші рет тексеру, 2-ші тексеруден кейін еш нәрсені ұмытып кетпегенімізге көз жеткізуіміз керек. Бар. Осы қауырсынның кесірінен қолым сіресіп қалды. Селестия ханшайымға хат жазбайтынымыз жақсы болды. Мен бір сөз жаза алмас едім. Бұл аптада оған хат жолдаған жоқпыз. Солай ма? Жолдамаса болмай ма? Иә, болмайды. Әр апта сайын ханшайымға достық жайлы қандай сабақ алғанымды айтып хат жолдауым керек. 2 аптада немесе 10 күнде бір емес. Жоқ, апта сайын. Күнтізбем қайда? Күнтізбем қайда? Әдетте орнында. Соңғы хатты қашан жолдап едік? Өткен сейсенбіде. Бүгін қай күн? Сейсенбі. Жоқ! Кеш батқанша хат жолдамасам, онда... Кешігем! Не? Кешігем, Спайк. Үлгермеймін. Ой, бұл қалай болғаны? Мен ұқыптымын ғой. Тапсырманың бәрін уақытылы орындаймын. Қосаңшы, сен өте ұқыпты шәкіртсің. Ханшайым бұл болмашы қателігіңді кешіреді, солай ғой. Тәуекел етуге қорқам, Спайк. Өйткені ханшайым бүкіл Эквестрияның билеушісі. Менің тағдырым оның қолында. Ол мені кешірмесе қайтем? Иә, бірақ қайдам. Достықты зерттеу ісіне немқұрайлы қарайды деп ойлап қалса ше. Оған мұның... Мені мектепке қайтарып жіберсе ше, сол жерде сабағыма қалай қарайтыным жөнінде сынақ тапсыруға мәжбүр болсам қайтем? Сынақ тапсыра алмасам ше. Сен неге осы... Ол менің ұстазым. Сынақ тапсыра алмаған шәкірттерге не істейтінін білесің бе? Келесі жылға қалдырады. Бірақ ханшайым мені келесі жылға қалдырып қана қоймайды. Сиқыршыларға арналған балабақшаға жібереді. Туайлайт. Мұндай ақылға қонымсыз нәрселерді естіген емеспін. Қорқпа, сені балабақшаға жібермейді. Дұрыс айтасың, алаңдайтын жөнім жоқ.
Өйткені достарымның мәселесін шешіп, Селесия ханшайымға кеш батқанша хат жолдай алам. О, Сонымен, сенде шешілмеген мәселелер, қиындықтар, сұрақтар бар ма? Мейірімді дос ретінде оларды шешуге көмектесем. Жоқ. Ендеше осындай көмегімді қажет ететін достарымды тауып алам. Мұның соңы жақсылыққа апармас. Сенің қолыңнан келеді, Твайлайт. Уақытың да жеткілікті. Хат жазуға үлгересің. Бұл жерде жақсы досың көмегіне мұқтаж понидің бар екені белгілі. Рерити! Алаң болма, Рерити. Мен келдім. Неге бұлай болды? Не үшін? Мұндай қорқынышты жайтты. Өмірі бастан кешірген емеспін. Не болды? Бәрі дұрыс па? Мен гауһар тастармен көмкерілген бауымды жоғалтып алдым. Оны ана жерден, мына жерден, ана жерден, мына жерден іздедім. Бірақ еш жерден таба алмай жатырмын. Еш жерден. Оны таппасам, соңғы шығармамды қалай аяқтаймын? Алаң болма, Рерити. Құрбың болғандықтан саған көмектесуге әрқашан дайынмын. Онда екен ғой. Мен оны бұл жерден іздемеп едім. Демек, сен бауыңды жоғалтып алдың ба? Енді оны таптың. Иә. Ал енді еш нәрсеге алаңдамайсың ба? Құрбың ретінде. Саған көмектеспейтін болдың ба? Бір нәрсе бар. Я? Өлшеуіш бауым ана шүберектің астында тұр еді. Соны әкеп бере аласың ба? Өлшеуіш бау? Иә. Твайлайт, сен бірдеңеге ренжідің бе? Твайлайт. Алаңдама. Менің көмегім керек болып жатқан понилер бар екені белгілі. Не болып жатыр? Рейнбоу Дэш Эпплджекпен ұрсып жатқан сияқты. Ол қатты ашулы. Керемет! Рейнбоу, тоқта! Тыңда, Эпплджекке ашулы екеніңді білемін. Бірақ уайымдама. Араларында қандай жағдай болғаны маңызды емес. Мен нағыз дос ретінде кез келген мәселеңді шеше аламын. Маған сен. Сен не деп тұрсың? Рейнбоу Дэш, сезімдеріңді менен жасырмай-ақ қой. Екеуіңнің қатты ұрсып қалғаныңды көріп тұрмын. Сонымен, Эпплджек екеуің не үшін ренжісіп қалғаныңды айтып бер. Эпплджекпен ренжіскен жоқпын. Рас па? Сен неге оның қамбасын бұзып жатырсың? Өйткені өзі өтінді. Солай ма, Эпплджек? Я, Твайлайт, маған жаңа қамба керек. Ол үшін мынаны бұзуым керек. Бұза бер, Рейнбоу Дэш. Құп болады. Тығыл, Твайлайт. Сонша уақытымды сая кетірдім. Осында келуім керек еді. Флаттершай үнемі қиындыққа ұшырайды, өзі жеңуге тырысады. Ал мен жақын дос ретінде оған көмектесе алам. Флаттершай! Флаттершай! Сен алмай тұрмын. Дәл бүгін ол су жүрек жасқаншақ пони болмай қалыпты. Енді қайттым. Бірден маған келуін керек ет. Байғұс-ай, бұл шығеттерің әбден қатып кетіпті. Түк етпейді. Бәрі де жақсы болады. Әлі кеш батқан жоқ. Бірақ аз уақыттан соң кеш батады. Бәрі бітеді. Понивилиядегі өмірім, зерттеулерім. Жоқ, сен жақсы оқисың. Қолыңнан келеді. Қолымнан келмесе қайтем. Қолыңнан келеді. Ештеңеден қорықпауың керек. Қане?
Өз-өзіңмен сөйлесіп тұрсың ба, Твайлайт? Твайлайт. Есіңді жи, Твайлайт. А? Жағдайың қалай? Твайлайт, мен сені уайымдап жүрмін. Әлгі хат әбден мазаңды кетірді ғой. Міне, ақыры сейілді де ұмытып кеттің ғой. Сабаңа түссең қайтет. Сейіл! Мен достарыммен кездесуім керек. Ақылға келгенің жақсы болды. Тәрелкелерді ұмытып кетпеген шығармын. Әрине, оларды ұмытып кетіппін. Өмірі мұндай қорқынышты жайтты бастан кешірген емеспін. Неліктен? Сұмдық қой. Не болды? Сонда көк шөптің үстіне жатуым керек пе? Жағдайың жақсы ма? Жоқ, жақсы емес. Не болды? Сұмдық жағдай болды. Рас па? Сұмдық болғанда қандай? Рас па? Мен өте қиын жағдайда қалдым. Маған шынымен сендердің көмектерің қажет. Рас па? Мен тез арада Селесия ханшайымға хат жолдауым керек, бірақ достық жайлы ешқандай жаңа мәлімет білген жоқпын. Ой! Мен шынымен ақ бір сұмдық болған шығар десем? Бірақ бұл шынымен де сұмдық жағдай. Хатты дер кезінде жібермесем, кеш қалам. Ренжіме, бірақ сен болмашы нәрсені уайымдап отырсың, Спаркл. Бұл болмашы нәрсе емес, бұл өте маңызды. Өтінем сендерден, кеш батқанша қиындыққа душар болған пониді тауып беріңдер. Бұл менің өмірім үшін маңызды. Твайлайт, саған қатты күлкім келіп тұр. Сабыр ет. Түкке тұрғысыз нәрсені уайымдаудың керегі жоқ. Мәссаған, Твайлайттың бұлай ренжігенін көрмеппін. Қиын болған екен. Яғни, маған солай көрінді. Уақыт өтіп жатыр, Твайлайт. Уақыт өтіп жатыр. Ойыңды жинақта. Егер ешкімнің досы қиындыққа душар болмаса, қиындықты қолдан жасаймын. Сәлем, қыздар. Твайлайт, жағдайың қалай? Жақсы, керемет. Үшеуіңнің де жағдайың жақсы сияқты ғой. Сендер жақын доссыңдар. Көмекте тағы бір мейірімді досты керек емес шығар. Мынау білгіш пони. Мен онымен бала күнімде ойнағанмын. Ал енді оны сендерге сыйлаймын. Ол әдем екен. Иә, әдемі. Маған оның жалы қатты ұнайды. Оның қойын дәптері де, қауырсыны да бар. Ол үй тапсырмасын күнде орындайды деуге болады. Бұл ғажап қой. Иә, ғажап. Маған шынымен де оның жалы ұнайды. Иә. Ол біреу, сендер үшеусіңдер. Оған таласпайтын шығарсыңдар, а? Жақын достардың ойыншыққа бола ренжіскенін қаламаймын. Қане, кім ойнайды? Алдымен сен ойна, Суитибел. Саған оның жалы қатты ұнайды ғой. Жоқ, меніңше онымен Скуталу бірінші ойнау керек. Мен қуана ойнайтын едім, бірақ сен бірінші ойна, Эпплблум. Эпплджек бөлісу керек деп айтатын. Бір амалын табуым керек. Ойлан, Твайлайт, ойлан. Таптым. О, сендерге білгіш пони ұнайды. Оны қатты жақсы көріп қаласыңдар. Мен бірінші ойнаймын. Мен де ойнайым. Маған оның жалы қатты ұнайды. Мен бірінші Сиқыр бірден әсер етеді. Жарайды. Қойыңдар. Меніңше, бәріміз достық жайлы маңызды сабақ алуымыз. Ай, қойыңдар, қыздар. Біз
бәріміз бөлісуіміз керек. Әкел, менікі. Қап! Ойнаймын. Мені тойдедім. Жібер. Үлкен Макинтош, келдің бе? Мына қыздардан қуыршақты тартып алшы. Иә. Мен бірінші көрдім. Көп рахмет, достым. Ал енді оны маған бер. Жоқ. Ал керек болса. Қайтар. Ол маған менікі. Не болып жатыр? Олар қуыршаққа таласып жатыр. Мына бір керемет әсем қуыршаққа таласып жатыр. Мен ештеңе істей алмай жатырмын. Қане, маған беріңдер. Қайтар. Жоқ. Қап, мен не білдірдім? Естіп тұрсыңдар ма? Маған бер қуыршақты. Бер дедім ғой. Айтыңдаршы өтінем, мұнда не боп жатыр? Бер дедім ғой. Бер қуыршақты. Бер! Қарамаңдар! Неге қарамауымыз керек? Оларда менің қуыршағым бар. Мен оны сиқырлап тастадым. Қазір бәрі соған таласып жатыр. Не үшін олай істедің? Селестия ханшайымға не деп хат жазарымды білмедім. Сосын қиындық болмаса, оны қолдан жасауға болады деп ойладым. Кеш батайын деді. Кеш батты. Twilight Sparkle. Мәссаған. Кітапханада кездесеміз. Қош болыңдар, қыздар. Егер мені көргілерің келсе, Кантерлоттағы сиқыршыларға арналған балабақшаға келіңдер. Балабақшаға ма? Кантерлоттағы дейме? Біз енді Твайлайтты ешқашан көрмейміз. Енді не істейміз? Мұндай қорқынышты жайтты өмірі басымнан кешірген емеспін. Иә. Бұл жолы солай екен анық. Бірақ мен сізге әр апта сайын достық жайлы хат жолдауым керек қой. Мен үлгермей қалдым. Мен жаман шәкіртпін. Қорқақпын. Сен жақсы шәкіртсің, Твайлайт. Мен мұны сенің хаттарыңсыз-ақ білем. Рас па? Тоқтаңыз, оны жазаламаңыз. Оның күнәсі жоқ. Тыңдап тұрмын. Өтінем ханшайым, біз Твайлайттың қатты ренжігенін көрдік. Бірақ бәріміз ол болмашы нәрсеге алаңдап жүр деп ойладық. Ол қашып кеткенде, оны ешкім тоқтатқан жоқ. Нағыз дос ретінде оның әр ісіне түсіністікпен қарауымыз керек еді. Оған жанымыз ашымаған үшін, қол үшін бермегеніміз үшін оны алып кетпеңізші. Меніңше бүгін маңызды сабақ алған сияқтысыңдар. Керемет. Мен Твайлайтты жазаламаймын. Тек бір шартым бар. Десеңіз де. Бүгіннен бастап, бәрің маған достықтың маңызы жайлы хат жазуларын керек. Бірақ сол маңызды істі өздерің жасаған кезде ғана. Селестия ханшайым, тоқтаңызшы. Қиын жағдайда қалғанымды қайдан білдіңіз? Спайк досың сенің қорқып мазаң болмай жүргенін мәлімдеді. Мен мұны елеусіз қалдыруға болмайтынын айттым. Ал енді айыпқа бұйырма, мен Кантерлотқа оралуым керек. Жаңа хаттарыңды күтем. Бәрің естідіңдер ме? Спайк, дайынсың ба? Құрметті Селестия ханшайым, біз бүгін достық жайлы көп жақсы нәрсе білдік. Досыңның уайымын елеусіз қалдыруға болмайды екен. Тіпті алаңдайтын түгі жоқ деп ойласаң да. Және әр нәрсеге алаңдап түймедейді. Түйедей қылудың мүлде қажеті жоқ. Тіпті ханшайымның өзі бізге көмекке келді. Ал енді
адал қызметшілеріңіз деп жаз. Қосымша сөз, Спайкқа бұл сабақты есіне сақтаудың қажеті жоқ. Өйткені ол әркімнің қолы жете бермейтін ең адал дос, басқа понилерде емес. М-м. Я, осылай қала берсін.